6,5 жастағы бала негізгі шағымдары баланың бойы өсуі баяулаған. Мына жерде қарасаңыздар, белок дефициті бар және витаминдер дефициті бар. Белок бұл жаста 70 пен 75-тің арасында болу керек, ал балада 66. Әрине белок төмен болған кезде, витаминдер дефициті болған кезде бойы өспейді. Неге? Мына жерде үйдің строительный материалы кирпич. Если мынау кирпич құласа, әрине үй тоже үйде құлап түседі. Сол сияқты организмнің строительный материалы белок. Ол әрбір органға, ферменттер, гормондардың құрамына барлығына белок қажет. Белок дефициті болғанда әрине баланың бойы өспейді. Көп аналар балам ет жемейді деп жүре береді. Негізі ондай болмайды. Әрине оның бір себебі болады. Асқазан ішекпен проблема болуы мүмкін. Ішектің микрофлорасы бұзылысы болуы мүмкін. Себебін тауып емдеу керек. Немесе кейбір балалар ет жейді, бірақ сонда да белок дефициті болады. Ондай жағдайларда асқазан қышқылдылығы төмен болуы мүмкін. Асқазан қышқылдылығы төмен болса, белок сіңбейді және белок дефициті болады. Балаңыздың бойы өспесе, сосын өседі, анау-мынау деп жүре бермеңіздер. Педиатрдың және эндокринологтың кеңесін міндетті түрде алыңыздар. Себебі кейбір жағдайларда қалқанша без проблемасы, өсу гормон дефициті болуы мүмкін. Баланың бойы өспесе қандай анализдер тапсыру керек? Оны білу үшін парақшаға тіркеліп, лентадағы осы рилсті қараңыз.